Алтыншөкенің басы үш шаша болып келеді де, оңтүстікке бет алған сайын салманана құлаған Күлнің тауының теріскей биіктеріне жалғасады. Одан әрі қарай аспанмен бойталасқан Таңғыт тауының қарлы шоқылары жатыр. Сол шоқылардан бастау алып, батыстан шығысқа қарай жөңкіле аққан асау Чаңжаң дариясы айдағардай ерелеңдеп, Қытай аумағын қақ жарған күйі топ-тура тынық мұхитқа барып құяды. Сол Чаңжаңның басын қиып өткен Елісқан көші Таңғыт тауының мұз құрсанған қарлы шоқыларынан асып түскенде ағыны қатты, күркірей ағып жатқан үлкен өзенге келіп тірелді. Суының лай араласқан қызыл-сары түсіне қарап, бұрыннан атаса керек. Үлкендер оны бірден Қызыл өзен екен десті. Бұл өзен Чаңжаңға кері бағытта шығыстан батысқа қарай жөңкіліп жатыр. Жергілікті тұрғындар оны Заказаңбо өзені деп атайды екен. Өзенді өлке көрінсе тас тандыры жеби қалатын қазақтар осы араға жете жығылып, қара тұяқтары әзер қимылдап, қостарын қалқайта бастады. Елісқан елдің бас аяғын түгендеп мынаны ұқтырды: біздің жігіттер қай жерде болмасын, жергілікті халықтардың малына көз қызартып, содан талай дау, талай қырғын туылған. Сондықтан Тибет үстіртінде сарлық бағып, жан сақтап отырған таңғыттарға тиісуге болмайды. Олар да өзіміз сияқты халық. Біздің қойымыз қалай болса, олардың қойы бағып отырған сарлықтары. Олармен жауласқанның орнына достасып, мүмкін болса өз малымызға сарлықтарын ауыстырып, соны көлік етсек жөн болады. Олардың малы ауасы сирек үстіртке үйренген. Біздің мал ұзақ тұрса жұтап қалуы мүмкін. Ауылдың үлкендері Елісқанның сөзін қостап, Бөкенің осы өңірге алғаш келген кезіндегі бір әңгімені айтып берді. Баяғыда Бөке ауылы осы өзеннің оңтүстік жағасына келіп түсіпті. Олардың маңындағы таңғыттардың бірі арғы жағаға көшкенде бір бала жігіттің аты жығылып, суға аға жөнеліпті. Таңғыттар олар шу болады. Суға аққан жігітке қарап тұрған Ақып деген азамат байлаулы атына жайдақ міне салып, өзенді құлдай шауып, жігіттің тұсына келгенде суға секіреді. Жігітті ұстап бергі жағаға алып шығады. Бөкенің үйіне әкеліп, киімін құрғатып, тамақ беріп, атпен қайта ары өткізіп тастайды. Осыдан кейін таңғыттар Бөке ауылына 20 қодас айдап әкеліп беріпті. Сөйтсе, әлгі жігіт атақты байларының бірінің ұлы екен. Міне қарақтарым, жаман ұлт болмайды. Кәпірдің ішінде мұсылманнан артығы бар. Мұсылманның ішінде кәпірге татымайтын талайы бар. Мәселе халық емес, жақсы да, жаман да сол халықтың ішіндегі азғана адамдар. Елісқан өздерінің келгенін хабарлап, осы өңірдің орталығы саналатын Андо ауданына барды. Аудан әкімшілігі олардың бағыт-бағдары шетке өту екенін білгеннен кейін: біз бұл туралы жоғарғы ұлықтардан рұқсат сұраймыз. Ласа ұлықтары рұқсат берсе, сонда ғана жолға шыға аласыздар. Қазірше құрал-жарақтарыңызды тапсырып, осы ауданға жақын жерге орналасып жауап күтіңіздер, деді. Жандарына кісі қосып беріп, елдің қолындағы қаруды тапсыруды қадағалады. Елісқан жанындағы жігіттердің бірнешеуін келе жатқан қонақтарды күтуге дайындала беріңдер деген атпен ауылға қарай шаптырды. Шын мәнінде ауыл басыларына негізгі қаруларын бермей тығып тастасын, ескі құсқы сынған қарауылы дұрыс емес, артық құралдарды ғана тапсырсын деген хабар айтып жіберген еді. Құрал жинау деген бәледен запы болған ауыл адамдары тағы да дүрліге бастады. Шыңжаңда шыңшысай құрал тапсырыңдар дегенде де аяғы жақсы болмаған еді. Мабуфаң ханжиңбаулар құралымызды жинағанда да қанды қырғынға ұшырағанбыз. Енді таңғыттардың құрал жинаймыз дегені де сондай бәлеге ұрындырып жүрмесін. Онсыз да көп адамымыз ыстаңғырылып, қанжылап отырғанда қазалы ауылдарға таңғыттар келіп, қоқиласа тағы да елдің берекесін алады деші, бекерақ тозған екенбіз. Ел ішінде тұс-тұсқа тартушылар көбейіп, ала жаңқадай алауыздықтар пайда бола бастаған тұста бірнеше жігіттің кері қашқаны мәлім болды. Бір жағынан таңғыттардан үрейленіп қашса, екінші жағынан ауыл арасында бозбалалық құрып жүретін жігіттердің арттағы елде қалып қойған қалыңдықтары болса керек. Шахабай руынан Манзал, Молқу руынан Тоқтаған деген екі жігіт, Шаймардан деген жас жігітті ілестіре кетіпті. Олардың кеткенінен бұрын ауылдағылардың атын мініп, бір құралды жымқырып кеткені қиын болды. Санаулы ғана аттар қалып,
Ел түйемен әзер жетіп отырғанда екі ересек жігіт Шайдарманға: «Ағаңның мылтығын ұрлап алып шық, таңғыттардан жылқы қуып келеміз», деп ұзаққа шығарып алыпты да сол беті оралмапты. Жұрт осылай дескенмен Шаймарданның өз қасіреті өзін аян. Оның көкірегінде көмулі жатқан шоқты ешкім білмейтін. Жүрек түкпіріне сақтаған сағынышы басқаларға айтқысы келмейтін жан дерті бар болатын. Бозбалалық дәурен кімде болмайды. Аз күн болса да Алтыншөке бойына алғаш рет келгенде көрші ауылдардың бірінен Жәмиға атты қызды көріп еді. Көздері қарақаттай мөлдіреген, бидай өңді, биязы қызды бір көргеннен жақсы көріп қалған болатын. Қыздардың бұлақ бойына су алуға баратын жолын торуылдап жүріп, айлы жаздың кешінде тілдесудің орайын тапқан. Бірақ қу қыз мұны маңына жолататын емес. Жанындағы кішкене сіңілісінде ұзаққа жібермеді. Жұрттың бәрі жауға шауып жатқанда ауыл үйді айнала торуылдап жүрген қарақшылар ма десем, жас батырлар екен ғой, қандай бұйымтаймен жүрсіңдер, деп сыңғырлай күлді. Адамзат ежелден егіз жаралған ғой, құс екеш құста өз жұбын іздейді, дейді бұл аузына басқа сөз түспей. Жаныңа жігіт ертіп екеу болып жүргенің сол екен ғой. Қыз монтандылықпен түк білмегендей сыңай танытады. Жәмиға: «Сені жақсы көремін, көрген сайын көре бергім келеді». Қыз жанындағы сіңілісіне қарап, оның шаштарын шұқылай өріп тұрып, жеңіл күрсінді. «Саған шындықты айтайын ба?» «Я, айта ғой». «Менің бесікте атастырған адамым бар болатын». Қыз бірдем үнсіз қалды. Көздері жасаурап, кірпіктерінің ұшы майысып төмен қарады. Мабуфаң елден бала жиғанда соның ішінде кетіп оралмады. Дүнгендердің қолында ауыр еңбекпен жүріп қаза болыпты. Айтарға болмаса Шаймардан не айтарын білмей бірталай тосылып барып: «Иманы жолдас болсын, тағдырдың ісі ғой. Ал менің сені жақсы көруім құрғақ айта салған сөз емес, жүрегімнің әмірі», деді ішіндегі жалынын бірден ақтарып. Жәмиғаның жанарынан қос тамшы жас сырғанап барады. Миығына жеткізбей қолының сыртымен сүртіп алды. Сыбырға жақын шыққан биязы үнінде болмашы діріл бар. «Сыртыңнан жақсы білемін, күнде құбылып тұрған заман мынау, оның бәрін тағдыр біледі». Осыны айтқан қыз бір қолымен шелегін көтеріп, бір қолымен сіңілісін жетелеп ұзай берді. Ауыл жақтан қыз шешесінің оның атын атап шақырған айғай естілді. Содан бері қарай Жәмиғаның бейнесі Шаймарданның есінен шықпай-ақ қойды. Тағы бір кезігіп, жауабын алайын дегенге тарғалан күндер мұрша бермеді. Күнде соғыс, атыс шабыс, қырғын, байтал түгіл бас қайғы болды. Ел Тибет үстіртіне шығып, енді еш жия бастағанда Жәмиғаны іздеді. Таппады. Үрке көшкенде үйлерімен арттағы ауылдардың ішінде қалыпты. Шаймарданның манзалмен тоқтағаның сөзіне бірден келісуінің де осындай мәні бар болатын. Олардың қашып кеткенін естіген Елісқан Шәмшиді шақырып алып: «Жігіттердің кеткені жаман болды. Албырттықпен артта келе жатқан жау болса, соларға ұрынып қалады. Не өлтіреді? Өлтірмесе де бізден тіл алады. Ал елге аман жетті деген күннің өзінде таңғыттардың құралымызды жиып алғанын айтып, арттағы көшті үркітеді. Соңынан қуып жолдан қайырып келіңдер», деп балдызы Кәрмен екеуін соңдарынан аттандырды. Неше күн сандалған олар қашқындарды қуып жете алмай, суық хабармен елге оралды. Арттан көшіп келе жатқан елдің шетіне таядығау дегенде, бұлар дүнген армиясына жол бастап жүрген моңғол шолғыншыларына ұсталып қала жаздап, екі жақ қатты соғысыпты. Шәмши қуғыншыларды қадай атып, ең соңында жаралы қалған моңғолды қолға түсіріпті. «Шыныңды айтсаң, тірі қоя береміз» деген соң әлгі моңғол өзі куә болған қырғындарды баяндап беріпті. Оның айтуынша, хан Жеңбаудың өлгенін естіген дүнген әміршілер жасақтарын шұғыл жинап алып, оқ-дәрі, қару-жарақ, бар керектеріңді сақадай сай етіп дайындалыңдар. Сақаға барып жиналамыз. Онда бізді Мабуфаңның мұздай қаруланған қалың қолы тосып отыр. Соларға қосылып жорыққа аттанамыз. Басқа емес, қарақшы қазақтарды қырамыз депті. Сол бұйрық бойынша батысты бетке алып күндіз түні суыт жүріпті. Бір жұмада Саканың батысындағы Тежин өңіріне келіп, Мабуфаң қосынымен қауышыпты. Дүнген армиясының құрамына кірген моңғол жасақтары да көп санды ұстайды екен.
Бір күні моңғолдарды айырым жинап алған дүнген әскербасы. Моңғол бауырластар, қазақтар өз қолдарына түскен моңғолдарды ежелден аяп көрген жоқ. Қанішер халық, бірақ тарих ылғи да олар жақта бола бермейді. Осы ретте сендерге кегалы орайы туып отыр. Бұл өздеріңнің ғана емес, талай қазақтың қанжығасында кеткен ата-бабаларыңның кегі. Ешқандай аянып қалмаңдар, аямай қырыңдар. Біз сендердің кектеріңді алып берушілерміз. Бұл жолы оларды құтқару құдайларының да қолынан келмейді. Қазақтарды қырып болып, соғыс аяқтаған соң қалағандарыңша олжалы боласыңдар. Қазақтардың мыңғырған малы, солу қыз қатындары сендердікі болады, депті. Сөйтіп бәріне қару үлестіріп беріп, топан судай домалаған қалың қосын батысты бетке алып, қазақ көшінің соңынан түсіпті. Килігу аталатын моңғол ауылынан өткен соң күндіз таусағалап, бұқпантайлап ұйқыны қандырып алып, түн жамыла жорыққа аттанып, сақтықпен жылжыпты. Қарауылға ілініп, қара көрсетіп алмау үшін от жағып, тамақ пістіріп жеуге де тыйым салған екен. Әскерлерге көрсету үшін әдейі әкелген бе, жолдары солай ма, хан жеңбау қырылған жерді басып өтіпті. Үйме-жүйме бұрысқан шатыр, көгеріп қаңсыған қан, қожынаған шыбын, жемтіктері сасыған қалың өлікті көріп, жандары түршігіпті. Бұйрық бойынша хан жеңбау бастаған қалың өлікті сонда жерлеген екен. Тағы бірнеше күн суыт жүрістен соң бір күні ымырт жабыла бастықтары. Бүгін түн ортасы ауа, қазақтар тұрған жерге жетіп барамыз. Ерекше сақтық керек, қадамды артық басуға болмайды. Барлық адам қолбасшылардың бұйрығымен жүру керек. Қазақ деген халықтың құралайды көзден ататын мерген, әрі қорқуды білмейтін жүрек жұтқан халық екенін бізден жақсы білесіңдер. Сыбысыңды біліп, сыбдырыңды естіді бітті, өлдім дей бер. Хан жеңбаудың аяғын құшасыңдар, депті. Содан ат біткенді алысырақ бір қойнауға қалдырып, тауға қарай өрмелепті. Биік-биік құзғия, меңіреу жартастардан өрмелеп жүрулерінің өзі мұң болған көрінеді. Абайсызда аяғы тайғанап кеткен бірнешеуі аспаннан құлағандай ізім қайым жоғалыпты. Таң қылаң бере бүкіл ауылды қоршап шоқы-шоқылардың бәрін елепті. Пулеметтерін құрып тек қана бұйрық күтіп жатыпты. Сай тағанында 300 шамалы кигіз үй көрініпті. Бірен саран әйелдер шелектерін көтеріп, сиыр сауғалы шықса керек. Бүтін ауылдан бірнеше еркек қана аттарын ерттеп, жол жүрудің қамына кіріскен сияқты. Күн шыға бере түстік жақтан қатарынан атылған белгі оқ көрініп, автоматтар мен зеңбіректер етекке қарай күрсілдей жөнеліпті. Жаңбырша жауған оқ киіз үйлердің күлін көкке ұшырған екен. Өртенген үй ажал қармағында арпалысқан, жараланған адам мен малдың ушуы зеңбірек үніне ұласып, төңірек зілзала күй кешіпті. 6-7 сағат оқ бүркіп зіркілдеген зеңбіректер түс әлеуетінде ғана тыныс тауып, қалың әскер ауылға лап қойыпты. Қоршап атқылаудан аман қалғандарды мылтықпен, наганмен атып, найзамен түйреп, қылышпен шауып, аяусыз қырғындаған екен. Аяқ алып жүргісіз қалың өлік, аққан қан жердің бетін жауып, шылқыған қан бір-біріне қосылып, бұлақтар қып-қызыл болып ағыпты. Бұл қырғыннан 10 жастың алды-артындағы 50-ге жақын қыз баланы айдап шыққан бастықтары. Міне, көрдіңдер ме? Қазақтардан кектерін қайтқан шығар. Әйтсе де абай болыңдар, аяушылық жасасаңдар, ажалдарыңның жеткені. Қызықтың көкесі алда болады, деп ескертіпті. Моңғолдың айтуынша осыдан кейін 3 топқа бөлініпті. Бірінші қырғындауда жеңіске жеткен атойшыл қосын майданға екпіндеп аттанып, одан да жеңіспен оралыпты. Бұл жолы да олжалаған 4 түлік мал мен қырылғандарын есептемегенде, қолды болған қазақ қыз-қатындары мен балаларының санының өзі 200-ден асқан екен. Бұл екеуіне таңданып тұрғанда 3-ші топтағы көшті қуған қалың әскер 1000-нан артық түйе, 100-ден астам жылқы, 50-60 сиыр, 3000-нан астам қой айдап әкеліпті. 200-ден артық қыз-келіншек 30-дың үстінде ұл бала қолды болыпты. 3-ке бөлінген әскердің ендігі бір бөлігі қазақтың 4-ші көшін басып қалып, қанын судай ағызыпты. 10 күнге жетер-жетпес уақытта тағы да 10.000-дай қой, 300-ден артық ірі қара, 500-дің үстінде қыз-келіншек, 200-ден артық ұл бала олжалап оралыпты. Моңғолдың серіктестерінің айтуынша, олар қатысқан алғашқы қырғындау ойыншық болған көрінеді. Соңғылары тіпті де аянышты болды деп,
кәпір де болса қанжылап отырды. Осыларды айтқан Шәмшидің жанарынан кесек-кесек тамшылар ыршып кетті. Шәмши ғана емес, отырғандардың көбінің жанарына мөлтілдеген жас толды. Елісқанның көзінен жас шыққан жоқ. Қанын ішіне тартып, өңі адам шошырлық сұрланып кетті. Орнынан ұшып тұрып, кекпен сығымдалған оң қолының жұдырығымен сол алақанын түйгіштеп, түнерген күйі сыртқа беттеді. Ауыл сыртына қарай асығыс адымдап, жер өлшеп жүргендей сол ізімен кері қайта бұрылды. Кенет шөгеріле беріп, тізерлеп отыра қалды да: "О жаратушием, шахиттердің жанын жаннатта қылып, жұмақтың төрінен орын бере көр, иманын жолдас қылып, қалғанымызға қайыр береке бере көр", деп бетін сипады. Екі бүктетілген күйі еңсесін жазбастан басын тұқыртып, жұдырығымен шымды жерді түйгіштеп: "Тәңірім-ау, саған не жаздық? Қазақтың қанын судай шашқан дүнгеннің жет әкесін біз өлтірген жоқ едік қой. Құдай-ау Құдай, қазақтың қанын ішкен қорқаулардың жазасын бере көр, өз зауалдарын өзіне беріп, көресіні көрсете көр", деп жүзін батысқа беріп күңірене қарғанды. Оның қасына келген қариялардың бірі қолтығынан демей көтеріп: "Қарағым, Алланың ісіне шара жоқ. Тумақ сүннет, өлмек парыз. Ерте ме, кеш пе, бәріміздің де баратын жер біреу. Жауыздардың жазасын Алла берсін. Адубай ағаң осылай аттанарымда бір түс көрдім. Мабуфаң басына қазақтың тақиясын киіп алыпты. Түбі қазаққа әкелген қасіреті өз басына келеді-ау", деп еді. Аузы дуалы қарт қой, айтқаны келсін. Қазақты қырып, қатын баласын қалай тоздырса, Тәңірім оның жазасын берсін. Қайтеміз қарғам, Аллаға тапсырайық, басқа не дейміз? Мұндайда жұбатуға да сөз таппайды екенсің. Еркек емессің бе? Есіңді жи, еліңнің ендігі тірлігін ойла", деді көз жасымен суланған сақалын сығымдай тарап. Елісқан көпке дейін тіл қатқан жоқ. Тасқа айналған адамдай мелшиген күйі жақ кірісін ашпады. "Аллаху әкбар, Аллаху әкбар". Ертесі ертемен тұрып азан шақырды. Осыған дейін бұл ауылдың имамы болып келген Рақи молда сабырбайлармен бірге адасып кейін қалған болатын. Онсыз да көрер таңды көзімен атырған жұрт азан үнінен таңның атқанын біліп, орындарынан тез қозғалды. Далада көкшімнің үстінде таң намазын өтуге жиналды. Осы күні Андодан көшкен Елісқан ауылы таңғыттардың ортасын қақ жарып, ласанып бетке алып, Нәшуй ауданына қарай жылжыды. Таңғыттар бұл жерді Нагычуй деп атайды екен. Оған тіл келмеген қазақтар өздерінше Нақша деп атады. Аудан қалашығына бір көш қалғанда алдарынан қалың таңғыт армиясы шықты. "Сіздерге бұдан әрі жүруге болмайды. Үкіметтің жауабы әлі келген жоқ. Осында күтесіздер", деп тоқтатып тастады. Елісқан көштің бағытын Нәшуйге бұрғанда 3 жігітті арт жақта қарауылға жіберген болатын. Олар Тибет үстіртіне ілінген Зайып ауылының алдына шығыпты. Қалың қырғыннан аман шыққан ауылдар алдарынан шыққан Елісқан жігіттерін көргенде төбесі көкке жеткендей қуаныпты. Көшті Қызылөзен бойына түсірген олар қасына Қармыс, Қасен Батыр, Бұғыжан бастаған бір топ жігітті ертіп сүйіншілеп жеткен екен. Алдынан таңғыт тосып, артынан жаудың қырғыны жетіп, алаңдап отырған ауылдардың белі жазылып, еңсесі көтеріліп қалды. Қырғыннан аман қалып, шолғыншыларға ілесіп келген жігіттерді қоршап, ауыздарына телмірді. Кімнің өлі, кімнің тірі екенін білгісі келіп, қалың сұрақпен бастырмалатып жатыр. Келгендер негізінен Зайып ауылының жігіттері болғанмен, ішінде Мейірімхан ауылынан аман құтылған бір жігіт бар екен. Айналасын қоршап, ентелей құлақ түрген топқа ол өзі көрген оқиғаларды баяндап берді. Орынарға қара таппай жүрген дүнген жағы Ханжиңбаудың өлгенін естігеннен кейін ұясына аю түйген арадай уыттанып, бүкіл елді қан қақсатты. "Құрал тапсырыңдар" деп бізге келген жасақтарға Мейірімхан "Тапсырамыз, жинап жатырмыз" деп қойып, жалғыз-ақ түнде көше жөнелдік. Артымыздан неше рет қуып келген жаумен атысып, бет қаратпай қырып салдық. Бір айдан артық сандалып жүріп, Қажыраға зорға жеттік. Алдыңғы елдің дерегін білмегеніміз үшін бір мұңғылды жол бастаушы ретінде ұстап келе жатқанбыз. Қажырадан кейін "Бұдан әрі білмеймін" деп баспай қойды. Біреулер өлтірейік деп еді. Мейірімхан "Мұның не жазығы бар? Жол бастап келді, білмесе білмейтін шығар", деп ат азығын беріп, жолға салып жіберді. Елге сақ болуды тапсырған Мейірімхан қасына Шайзада,
Қошпан, Кәрем бастаған бір топ жігітті ертіп алып жер шалуға кеткен. Қалжырап келіп, ен тауды паналаған ауылдар бейқам күйге түсті. Мұны көрген Мұқай бақсы кешқұрым ауыл-ауылды аралап, күңірен айғайлап: «Ау жұртым, қан көрініп тұр, қан! Сайдың басындағы қаратасты кезеңнен жоғарғы қонғандар жаудан аман қалады. Сонда көшіңдер. Жау келмейді деп ойламаңдар. Жау деген жарасында жатыр. Қан басып тұрма сендерді, көшіңдер деймін», деп зар қақсаумен болды. Онсыз да қара тұяғынан қал кеткен ауылдар қозғала қойған жоқ. Туыстық жақындығы бар аз ғана адамдар ғана жоғарғы көшіп, қара тасты кезеңнен аса қонды. Мейірімхан қоя бергізген әлгі сұм моңғол жауға тіл беріп қойса керек. Жер сілкініп, дүние төңкерілгендей астан-кестең болған аласапыран үннен шошып ояндым. Жаңбырша жауған оқ киіз үйді шұрқ-шұрқ тесіп жұлмалап жатыр. Орнынан тұрған әкем оқтан ұшып кетті. Оны сүйей беріп баж ете түскен шешем де шөке түсіп сұлық қалды. Ағам екеуміз әке шешемізді бас салып, зар еңіреп жатқанда киіз үй қаңбақша төңкерілді. Даланың бәрі қызыл қан, өртенген үй, басы шабылған бала, ішегі сүйретілген әйелдер, иығынан шабылып ыңыранып жатқан жігіттер. Оқтың үні бәсеңдегендей болып, қалың сұр бөрте әскерлер шала жансарларды найзамен түйреп, қылышпен шауып қырып келеді. Ел ес-ақылынан айырылып қызылғанға батып жатқанда Аждар деген азамат бір тұмсықтағы тасты далдалап жаудың тобын оққа ұстады. Өз айналасына паналаған бір топты тұйық сайдан өрлетіп аман алып қалған сол Аждар болды. Менің де су ішерлігім бар екен. Маған төніп келе жатқан бір топ шерік Аждардың оғынан мерт болды. Дүнгендер жас қыз-қатындардан басқа көзіне көрінгенді аман қойған жоқ. Қаратасты өрлей қонған Мұқай бақсының ауылы ғана аман қалды. Елді қырып болдық-ау дегенде қалың мал мен қыз-келіншектерді алып шегініп кетті. Әр тастың қуысында бұғып аман қалғандар ертесі таңертең дегенде бірімізді біріміз іздеп таба бастадық. Аяқ алып жүргісіз қалың шахитке толған сайдың бұлағы қып-қызыл қан болып ақты. Жау олжалап кеткендердің сыртында 200-ден артық адамның қырылғаны мәлім болды. Қырғын тапқан біздің ауылдар ғана емес екен. Бізден бөлініп қалған Тұрды, Нұрсадық ауылдары, Жанабыл, Әбілқайыр ауылдары да шабындыға ұшырапты. Тұрды, Нұрсадық батырлар өлілгенше атысып, ерлікпен шахит болыпты. Олардың әр ауылынан да 50-60 адамнан өліпті. Бізден бұрын кеткен зайып ауылдары да үлкен қырғынға ұшыраған екен. Жігіттің әңгімесін тыңдап, мұң мен күрсінген топ моңғол айтыпты деген әңгіменің шын сырына енді қаныққандай болды. Жауыздар Тұрды, Нұрсадық, Мейірімхан ауылдарын бір-біріне қоспай жеке-жеке жайратқан екен ғой. Я содан қабырғаны қайыстыратын жылаудың көкесі Мейірімхан, Шайзада, Қошпан, Кәрем бастаған топтар қайта оралғанда болды. Біреу баласының, біреу анасының, біреу әкесінің басын құшақтап зар еңіреп жатыр. Кейбір түтіндер тұқымымен құрып жылайтын адамдары да қалмапты. Ақыры бірін-бірі жұбатып, атпал азаматтар сай-сала ел-елде тірі қалғандарды жинай бастадық. Сосын көз жасымызды көл қыла жүріп, шахиттердің бетін жасырдық. Өлгендерді бұлай қойғанның өзінде жаудың мыңдай адамды олжалап әкеткені қанымызды қайнатты. Жаңа үйленген жас жігіттер әйелі мен баласынан айырылып, енді біреудің әпкесі, енді біреудің қарындасы, тағы біреудің қызы жау қолына кетіп, ашындырған кек өзегімізге өрт қойып, көзімізге қан құйылды. Аталарымыз қаншама қырғынды бастан кешірсе де, дәл осындай зұлмат болмаған шығар. Жоңғарлар шауып, ақтабан шұбырынды алқакөл сұламаға ұшырағанда да қыз-қатындарды бұлайша болады дегенді естімеген екенбіз. Бұл неткен қорлық. Елді өлімге, қатын баланы жауға беріп, еркек басымызбен тіземізді құшақтап егіліп отырамыз ба? Жылағанмен өлгендер қайтып келмейді. Одан да тірі қалғандарды жаудан айырып қалудың қамына кірісейік. Қорлықпен өткен өмірден ерлікпен өлген өлім артық. Мұна өлгендерден жанымыз артық емес. Өлсек те ақырғы демімізге дейін алысып өлейік. Ерте ме, кеш пе, ноқталы басқа бір ажал, одан қашып құтыла алмаймыз. Керегемізді отын, қызымызды қатын етіп отырса, енді аянатын неміз қалды. Алысып өлсең, артыңда қалғандар ерлігіңді есін алар. Ал ез болып өмір сүріп, жауыңа бас исең, ұрпағыңа не қалдырасың? Етке таңба түссе жазылады,
сүйекке таңба түссе мәңгі кетпейді. Кекпен қайралған жігіттер таужығардай ерекше айбарланды. Іштеріне түскен күйік жаудың қанын шашпайынша басылатын емес. Өкініш, мұң, кек, жылаған егілген ащы нала жанымызға маза бермей кек алуға бекіндік. Жау адамдарымызды қырып қана қойған жоқ, тегерге тұяқ қалдырмай малды да сыпырып әкеткен. Бәріміз жаяумыз. Ауыл-ауылдан бір-бірімізге қосыла келе, тұп-тура 71 жігіт болдық. Жаудың беталысын аңдып соңынан кеттік. Қалың жыңғылды өлкөге келгенде олжаға түскен қойларды айдап бара жатқан соңғы тобына іліктік. Бірнешеуін өлтіріп, бір моңғолды жол бастаушыға тірі қалдырдық. 18 кісі қойды айдап елге қайттық та, қалған 50 неше жігіт әлгі моңғолды жол бастаушыға алып, жауды қуып кетті. Олардың не болғанынан хабар болмады. Мейірімхан ауылы газ, темірлікке қарай еңкейе құлдаған соң, алдыңғы елден қалмайын деп түн қатып, бөрі аңдумен жүріп, Зайып көшіндегі нағашыларымды әзер қуып жеттім. Әңгімені қоныға тыңдаушылардың бірі Шәмши болды. Менің інім Шайдарман деген жігітті көрмедің бе? Деді еміне жақындап. Көргенім жоқ, бірақ біз қойды айдайтын болып жатқанда Тәлпешбай ауылынан бірнеше жігіт келіп қосылыпты деп естігенмін. Бір болса солар болар мекен? Дәл өзі, дәл сол болса керек, деді Шәмши орнынан ұшып тұрып. Тәлпешбайдың әкесі Ойғашар мен менің әкем Сасық бірге туысады. Немере ағам ғой ол менің. Шаймарданның одан өзге туысы да жоқ. Қайран сабазым-ай, жалғызым-ай. Шәмшейлер әңгімені осылай бұрғанымен, ауылы жауға шабылған Жәмиғаның дүнгендерге қолды болғанын, Шаймарданның сол қыз үшін, Жәмиғаға деген кіршіксіз көңіл үшін жау соңынан кеткенін білмейтін еді. Жұрт азғана нәрсеге алданыш тапқанымен, тағы да сол сүркөй тірліктің суық боранынан құтыла алмай келеді. Кісі өлімі сирегенмен әр шаңырақтан азалы өндір үзілмейтін болды. Елісқан Зайып ауылына арнайы адам жіберіп, ондағы Шақабайлар тобындағы Ахметқали молданы шақыртты. Баяғы қырсынбайтын тіп-тік жаға, кірсіз ақшаң боз киімнің бірі жоқ. Ерттеген арғымақтай сындарлы тұлғасы еңкіш тартып, аққұбаша өңі тотыға жарылған. Әйелі Зурахан мен қыздары Рапиқта аса жүдеу көрінеді. Елісқанмен құшақтасып көрісті. Аман сәлемнен кейін баяғы қоңыр үні жарықшақтана шығып, дүнгеннің қырғыны қызылдардың қырғынынан асып кетті. Сел болып аққан қанды ойласам, түсімнен шошып оянамын. Ел ауған жылы туған соң атын ауғанбай қойған ұлымнан айырылып қалдым. Не өлі, не тірі екенін білмеймін. Аллаға деген жүрегім түзу сияқты деді. Шиттей балапандарымды орыстың апанына тастап бір қашып келіп едім. Енді міне ауғанбайым дүнгендердің қолында тірі қалды, деп көзіне жас алды. Бәрі де Алланың сынағы ғой, деп ауыр күрсінді Елісқан. Осы сынақ, осы жылау қай күні бітеді? Ол да бір Алланың қолында. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді. Алладан амандығын тіле, балаң табылады. Ахметқалидың ұртеттері суалып, көздері де шүңірейіп кетіпті. Нұрсыз жанарын үй ортасындағы ошақтың шетінен домалап кеткен бір кесек тезектің бықси көтерілген көгілжім түтініне қадаған күйі күйзеле күбірлеп отыр. Бәрін Алланың білетіні хақ қой. Кейде адамның есіне қай-қайдағы түседі. Баяғыда елмен жерге қызылдар үкіметі орнай бастағанда, Алладан кейінгі патшаның айтқаны уәжіп қой деп біліп, қызылдардың комсомол қызметіне белсене жүгіріп едім. Жаңаша оқуға арналған мұғалімдер курсына барып, келгеннен кейін ауылдағы ақсақалдарды жинап алып, өткен заман өтті, оны қуып қайтеміз. Ескіні айтып есіміз шыққанша жаңаша оқуды дәріптейік. Балаларыңызды жаңаша оқуға беріңіздер, елге бас болыңыздар, деп өзімше жол жорық көрсеткен болдым. Көптің бәрі үнсіз қалды. Ескіше оқыған қарасұр өңді Қабидолла деген қабасақал кісі. Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысы деуші еді. Әкең Жайсаңбай шығысқа шырайы беріп, қазақ түгілі орысты шұлғытқан ел серкесі болатын. Қарамағындағы халқын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, ақ өліммен кетіп еді. Сол аруақты атаның баласы деп қоғадай жапырылып алдыңа келсек, елді орыс қылам, қызылдарға жығып берем деп не шатпақтап отырсың? Сені оқыған көз ашық, көкірегі ояу деп ойлаушы едік.
жетіскен екенбіз. Сен өз жолыңмен жүр, біз өз жолымызбен жүреміз. Бірақ жүретін жолың қызылдардығы болса, қайда барсаң да қағанағың ашылмасын, жолың кесілсін. Деп алақанын теріс жайып, бетін сипап есіктен ата жөнеліп еді. Қалған қарияларда ілесе кеткен. Енді ойласам, сол сөздер шаншудай қадалып, көкірегімде әлі түйнеп тұрған сияқты. Мені қырсықтан айырмаған сол қарттардың қарғысы ма, кім білсін. Айтарын айтып, сарқылып алсын деді ме, Елісқан үндеген жоқ. Өз басынан өткен ескі күннің әңгімесінен кейін елдің жолда көрген бейнетіне ауысқан Ахметқали. Өзімше талай кітап оқып едім, бірақ жер бетінде осындай ауыр қасіреттің болғанын, осындай қанды көштің ұзақ жол басқанын еш жерден көрмедім. Моңғолдардың ат әскері талай жерді кезген шығар, бірақ қатын баламен, ауыл аймағымен ешкімде бұлайша көшіп көрген емес, деп мұңая күрсінді. Сол шежірені біз жазып жатырмыз. Шежіре әлі аяқталған жоқ. Қазақ деген қалжыңбас халық қой, ойда орыспен ойнасақ, қырда Қытаймен қалжыңдастық. Дүнгендермен де көп төс қағыстырдық. Моңғол болса ежелгі әріптесіміз. Енді міне, дүниенің жотасына шығып алып, таңғыттармен тәжікелесіп жүрміз. Алла амандық берсе, алдымызда асығатып ойнауға құмартып отырған талай бала кезігеді. Міне, тірліктің қызығы деген осы емес пе? Елісқанның әзіліне Ахметқали ғана емес, отырғандардың бәрі де езу тартты. Үй ішінің алакеуім жарығында түнерген қабақтардың сәтке болса ашыла қалғанын көңілдері байқады. Оған ортадағы ошақта қайнаған еттің жағымды иісі қосылып, талайдан бері мұндай кешті көрмеген аш арықтардың тәбеті де ашыла бастады. Ертесі ертемен ауыл үйді жаңа азаншының даусы оятты. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Бұл осы ауылға енді Ахметқалидың имам болғанының белгісі еді. Тибеттің сары жонына қыс ерте ілінеді екен. Орман тоғайсыз, қалың жалаңаш таулар, әр жерде шашылып қалған астаудай көлдер мен көлшіктер, панасы болмағандықтан суы қызғар сүйекті қариды. Тезектен басқа отын жоқ. Жұрт сарғайып айнала таптаурынға айналған сайын тезектің өзі табылмайтын болды. Тұрманы түгел үй жоқ. Көбі басын болған қараша үйлер мен қалқиған қарағостар. Тіпті кейбіреулері таңғыттарша шатырларда отыр. Қара сирақ балалар дірдір етіп, суықтан бүріскен кемпір шалдар көгілдір түтінге көзін сатып, от басына емінеді. Таңғыттар үстірттің ауасына әптен үйреніп алған ба, жұпыны болса да алаңсыз өмір сүріп жатқандай көрінеді. Өздерінде түйе болмайды екен, түйе көрсе өлердей қорқады, немесе қызықтап қарап тұрады. Көшкенде жүктерін қодас сиырлар мен қойларға артады екен. Мұнысына қазақтар да таң. Атаңның аузын ұрайын, таңғыт аузыңа саңғыт дегеннің өзі екен ғой. О заманда бұл заман қойға жүгартқан не сұмдық, деп сөгеді кеп. Ал тілін білмегендіктен олардың не деп жүргенін кім білсін. Мүмкін, елден де жерден де айырылған қашқын қазақтар бізге аңырая қарағанша өлместің күнін іздесеңдерші, дейтін шығар. Биік кезеңде етті қанша қайнатсаң да піспейді. Сондықтан болар өздері етті не шикілей, не шала қайнатып жей береді екен. Таңғыттардың қазақтарға көз үйренді ме, әуелде жақындамай алыс-алыс жүретін еді. Қыс түсіп, қар ұшқындай бастағалы олардың да жымысқы әрекеттері көбейді. Онсыз да азайып қалған аттарды арт-артынан ұрлай бастады. Елісқанның тәк-тәгімен ғана әдеп сақтап келген жігіттердің де шыдамы таусылды. Осының бәрін көріп, сезіп біліп отырған Елісқан бір күні өздерін сырттай бақылап жатқан таңғыт әскеріне жетіп барды. Бізді не өз жөнімізге жіберіңдер, не болмаса ласа ұлығына жолықтырыңдар. Жата-жата сары жамбас болып өлетін болдық. Ұрыларың да маза беретін емес. Енді суық қолдылықтары мен сумақ әрекеттерін қоймаса, өз істегендерін өзіне істейміз, деді. Әскер басы түсін суыққа салып, бізге не қыл дейсің? Ұлықтардан жауап күтіп жатырмыз, тосыңдар, деп томырылды. Таңғыттар қазақтармен аудармашы салып, қытайша ғана сөйлесетін еді. Таңғыт әскербасының аудармашысы болып жүрген орта жастардағы әйел бір әредікте Елісқанға, сізбен оңаша сөйлесейінші, деп сыбырлады. Түсі жылыдан түңілме дегендей ылғида өздеріне іш тартып жүретін Таңғыт әйеліне Елісқанның да бүйрегі бұрылып тұратын болған. Елісқанның қытайшаны жақсы түсінетінін білетін ол ең әуелі.
Сіздер қазақ деген ұлт боласыздар ғой, ә? Деп сұрады. Я, қазақпыз. Менің қанымда да қазақтың қаны бар. Әзілдеп тұрған болар деп оның бетіне таңдана қараған Елісқанның отты жанарынан бізді ақымақ қылмаған сен қалып ең дегендей сес байқаған әйел қаймыға тіл қатты. Сырға берік болсаңыз айтайын, менің шешем қазақ болатын. Елісқан сенер-сенбесін білмей аңырып қалды. Әйел сөзін әрі қарай жалғады. Бұдан 40 неше жылдың алдында осы жерге қазақтың бір батыры келген екен. Кейін соңынан қуып келген жау қырғанын қырып, қалғанын торғайдай тоздырыпты. Менің шешемнің қыз күні болса керек, қалың қырғынның бірінде бірнеше бала адасып қалып, ел кезіп қайыр тілеп жүрген жерінен әкеме кез болыпты. Бастабында мақұл болмаса да аштан өлетін болған соң амалсыз көнсе керек. Екі ұлт дегеніңмен кейін тату тәтті отбасы қайналып, 5 баланың анасы болды. Сол анам өлер шағында көз жасын көл қылып: балам, менің ұлтым қазақ. Қазақтың өзі түгілі итін көріп өлсем де арманым болмас еді. Қайтейін, тағдырдың жазуы солай болды. Нағашың қазақ екенін, қазақтың батыр екенін ұмытпай жүр. Бір қазақ көрсең сәлемімді жеткіз, қолыңнан келсе жақсылығыңды істе, деп соңғы сөзін айтқан болатын. Ласа әкімшілігінде жұмыс атқарып жүріп, қазақтар келіпті дегенде жанымды қоярға жер таппадым. Анамның аманаты құлағымда жаңғырып маза бермеді. Әскерлердің аудармашы іздеген орайым пайдаланып, сіздерге әдейі келгенмін. Оңаша сөйлесудің реті енді ғана келді ғой. Шықтала қалған көзінің жиегін ұзын жеңінің бір ұшымен сүрткен әйел, анамның аманатын орындағандай болдым. Сізді көріп әрі қуанып, әрі жылағым келіп тұр. Анам үнемі ішінен ыңылдап бір әнді айта беруші еді. Соны сіз білесіз бе? Деді. Әйел Елісқанның мұңлы, тұңғиығы терең, қоңырқай көздеріне жәудірей қарады. Сол тұңғиықтан көтерілген мөп-мөлдір ағындар лықси бұрқанып, көз шанағында көлкей қалды, бірақ ағытылған жоқ. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Елім-ай, жерім-ай, деп Елім-ай әнінің ырғағын күбірге жақын көңіренген дауыспен толқыта берді. Әйел енді шынжылады. Сөйлеуге шамасы келмей кемсеңдей шұлғып: дәл солай, иә, дәл солай, дей берді. Елісқанды жеңінен тартып оңашалаған ол өксік ата сыбырлай сөйледі: сізге соңғы айтарым, осы жерден тез кетіңіздер. Біздің адамдардан еш жақсылық күтпеңіздер. Қазір орталық Нәнжің үкіметі өздері соғыстан көз аша алмай жатыр. Біреуді біреу білмейді. Бұлардың ендігі ойы сіздерді үнсіз тұқыржылатып тоздырып жіберу, не кері көшіріп жоғарғы жаққа жақсаттану. Осыны айтайын деп неше күн көзіле алмадым. Анам сезіп жатқан шығар, енді разы болатын шығар. Қош болыңыздар. Осыны айтқан әйел өз тобындағыларға бұрыла беріп, кілт тоқтады. Елісқанға жақындап: ұмытып барады екенмін, анамның алтын сақинасы бар еді, сізге сыйлайын, бір керегі болар, деп қалтасынан шытқа түйілген затты Елісқанның қолына ұстата берді. Елісқанның жүзіне езіле қарап: айтпақшы, жаудан мерт болған менің батыр нағашым кім болды екен? Деді. Бөке батыр. Бөке, деп күбірлей алыстап, аяғын жеңіл алып бара жатқан әйелдің тұлғасына елжірей қараған Елісқан оның мойнындағы қарызын ада етіп, көңілді қайтқанын аңғарды. Ойбай, Елісқан қазақты қойып, таңғыт қатыннан тамыр тауып алыпты, деп пышпыштаған желауыздардың бірде біреуі де бұл әңгіменің жұмбағын білмеген күйі қала берді. Таңғыт даласының сүйекті қаритын суық желі азынай ұлып, елім-ай, жерім-ай деген ән зарын алыстарға әкетіп, мұз шудалы аспанның жабағылы бауырына сіңіріп жатты. Көш, тағы да сол көш. Дүниенің ең биік жотасынан шұбырған қазақ көші құбыланып бетке алып жылжып барады. Тау даланың құшағына өліктерін шашып, батысқа қарай үдіре тартып, мыс табақтай жарқырап тұрған күндерін ұясына кіргізіп алмау үшін қуып бара жатқан сияқты. Жау десе зәрезеп болатын халық бұл жолы келетін қатерді алдын ала шамаласа керек. Соңынан қуып келіп мылтық атқан таңғыт әскерлеріне келсең келінен тұрыстық беріп, оқпен жауап қатты. Көкіректеріне көміліп жатқан ашу ыза
кектің болат түйіршіктеріндей домаланған мырыштар жауларының жүректеріне қадалып жатты. Құрал тапсыруда киізге орап түйе қомдарына жасырған қаруларын алып шығып, қарауылға ілінгенді қағып түсіріп жатыр. Қошқардікі үзіліп түсеме деп жүріп, аштан өлген қасқырға ұқсап, таңғыттарға сеніп талтайып жүргенше баяғыдан өстуіміз керек еді, дейді қаны қызған жігіттер. Елді жау ала алмағанымен суы қызғар, аштық, көліксіз жүрген жаяу жүріс әптен титықтатты. Ыс тиіп ауыздарынан қан аралас көбік бұрқыраған талай адам көз жұмды. Таңғыттардың өз жеріне өзгелердің өлігін қойдырмайтын бір әдеті бар екен. Қойған өлікті қопарып алып, айдалаға лақтырып тастайды. Сол үшін де қазақтар өлген кісілерді ұрлап жерлеуге тырысып, көмген жерден еш белгі қалдырмай жаймалап кететін болды. Таңғыт даласында талай боздақ моласыз қалды. Мұз түйіршіктенген тұман шудасы қаңтардың қалшылдаған бурасындай астына басқан тауларды қозғалтатын емес. Ышқына соққан боран, сусылдаған қарлы құйын көтеріліп, аспан мен жерді тұтастырып жіберетіндей бүкіл дала алапат күй кешті. Бұл жер сырын білетін таңғыттарға оңупай сыйласа керек. Көштен бөлініп қалған ашарықтар мен әлсіздердің атқанын атып, шапқаны шауып, олжалағанын өңгеріп әкетіп жатты. Ашынған долы ашыққан ұры болады дегендей, қазақтарда есесін жіберетін емес. Алдына кезіккен таңғыт ауылдарының малын бұлап, қой мен сиырын сойып жеп, қодастарын қорсылдатып мініп алатын болды. Алмағайым заманның жеңісі мен жеңілісіне кезек-кезек мойын ұсынған далалықтар тарпаң табиғаттың құшағында бірінің қанын бірі шашып, тайталасып отырды. Осындай ауыр күндердің бірінде Елісқан Зайып тайжының әл үстінде жатқанын естіді. Әттеген ай, ел сыйлаған дана қариялардың бірі еді. Мына жау жалам күндердің алдынан шығып аман сәлем жасауыма да мұрша бермегенін қарашы. Енді бармасам болмас, деп атына қонды. Зор, мығым денелі, қып-қызыл дөңгелек шырайлы, баяғы өңі мүлдемге жоқ. Арса-арсасы шығып, бетіне көлкіген ісік пайда болыпты. Зайып тарамыстана жарылған сүйекті алақанымен Елісқанның қолын қатты-қатты қысып, көзіне жас алды. Шаралы жанарын бұдан алмай, талай-талай ойдың басын шалып, көкірегіне жиналған мұңды серпуге дәрмені жетпей жүдеу қарайды. Баркөл болып тұрғанда, әліп, зайып болып тұрғанда есемізді кімге жіберетін ерлер едік. Біріміз Баркөлдің басын, біріміз аяғын жастанып, 8 қабат үзеңгімізді шіренгенде бетімізге кім түзу қарай алушы еді. Енді міне, тағдырдың асау желі айдап, туған мекен, өскен ортамнан алыстап, екі дүниенің ортасында жаутаңдап жатқан түрім мынау. Оның көздерінен толқыған көлдей көп сырдың ұшығын сезген Елісқанның көңіліне де көк тұман үйірілді. Елдің осы бір күйзелісті күйіне өзі кінәлі болғандай Зайыптың қолдарын қос қолдай ұстап, тізерлеген күйі отырып қалды. Аңғарлы қарт та оның жанын арпалысқа салған жүрек жарасын тез аңғарса керек. Жөткірініп алып, баяу қоңыр үнмен сөйлеп кетті. Балам, бәрі де тағдырдың ісі, ешкім біреуден сұрап алған жоқ. Өз еркімізбен басталған іс болған соң өкінішіміз болмау керек. Десе де, пенде болған соң кейде жылаймыз, қамығамыз. Бірақ сол жылаумен, қамығумен орнына келетін іс жоқ. Қазақта тәуекел түбі қайық, өтесіңде кетесің, уайым түбі теңіз, батасыңда кетесің деген жақсы сөз бар. Тәуекелден басқа жол жоқ, армансыз адам болмайды. Жау қолында шырылдап кеткен қатын бала үшін жанымды шүпірекке түйіп көрім-ақ атысып едім. Айырып алып қала алмай қапы қалдым. Сол балашағаның көз жасы ішімде көлкіп тұрған сияқты. Мені меңдетіп бара жатқан дерттің бірі сол. Осын айтқан ол бір сәт булығып қалды. Қатты-қатты жөтеліп қинала күркілдеді. Өніне сырлар араласып ентіге сөйледі. Қайда барсақ қанды құрығын лақтырған сұрқай күндер қажытып жіберген сияқты. Өзіңмен бірге осы жұртты елі тыныш, жері шұрайлы жайлы қонысқа жеткізсем деп едім. Сол арманыма жетпей кетіп барамын. Қайтейін? Ғұмыр деген қамшының сабындай қып-қысқа дүние екен, сынаптай сырғып өтіп барады. Ендігісін Құсыман екеуіңе тапсырдым. Құсыман сенен бірнеше көйлек бұрын тоздырса да, кейде ағыны қатты асау өзен сияқты,
Сен жаста болсаң көпті көрдің, сабырға шақырып, қамшыңның ұшын бере жүр. Дүние деген берекеге тоқтайды, береке бірлік болса бәрі болады. Біздің түбімізге жеткенде сол берекесіздік, Баркөл елдің қанғақсатып бәрімізді үркіткен Абай сұмды да, Кеңес қызыл үкіметі кері қайтарып алып, өзгені аямаған оны да тас түрмеге тығыпты деп естідім. Алтайдағы 4 орынның бірінен шыққан Мәмидің тұқымы Әнуарда Қытайдың сойылын соғып көрінгенге әңгір таяқ ойнатып еді. Шыңшысай оның да түбіне жетіпті. Ағаң Адубай сенен қалай бөлініп кетті. Тумасамда туғандай санаған Қасым Батырда бір шүйкебас жесірді маған бере қоймадың деп Мабуфаңның қолтығына кірді. Одан опа тапты ма? Залым дүнген оны да жалғыздал мырышпен жайратып салды. Сабырбайдың Құсыманы мен Ильяс дүрбіге таласып, ел екіге жарылып еді. Не марқадам тапты. Мейірімхан мен Тұрды бір жаман мылтыққа таласып, бөліне көшкенде бөріге жем болды. Төрімнен көрім жуық жатып, бәрін ғайбаттайын деп жатқаным жоқ. Берекесіздіктен талай қазақ ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті. Осы жағын естерің алып, сабақ қылсын деп айтып жатырмын. Сөз осы араға келгенде зайып айтарымды айтып болдым-ау дегендей кеңірек тыныстап, көзін ыс түтіннен қарайған тоғырлықтың үзігіне қадап, бір қауым үнсіз жатты. Сосын сырттан Құсыманды шақыртты. Елісқан екеуіне алма-кезек қарап. Жаңа мына Елісқанға бәрі-бәрін айттым. Ендігі елге ие болатын екеуіңсіңдер. Менің көзімше қол алысыңдаршы. Көңілімнің ақ боран аңыраған жыртығына жамау болар мекен. Елдің ендігі жүгін қос нарым арқалап бара жатыр деп, ақыретке алаңсыз кетейін, деді өні дірілдей шығып. Елісқан, аталық ақылыңызды ешқашан ұмытпаймын. Разы болыңыз, бізге сеніңіз, деп орнынан тұрып Құсыманды қапсыра құшақтады. Зайыптың көз жиегі суланып, жанарынан соңғы рет мейірленген ұшқын жылт етті. Елісқан мен Құсыман сыртқа беттей беріп еді, үй ішіндегілер шу ете түсті. Олар Зайыптың алаңсыз ұйықтап жатқандай жылы жымиысты жүзінің салқын суық тартқанын байқады. Бір тайпа елге көсем болған сабырлы да салиқалы қарт, қатыгез ажалдың құрығын әлініп, қайырылмастан кете барды. Зайыпты жалғыз жібермеймін дегендей осы арада секей бастаған бір топ адам да о дүниелік тұрағына асығыс аттанды. Таңғыт жотасының аязды аспанына қалықтаған шерлі жоқтау, күңіренген жылау, зарланған үндер көпке дейін үзілген жоқ.